Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Жанерке бүгін өте жұмсақ әрі нәзік болып шығатын синнабоны булочканың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен қызықты видеолармен бөлісемін. Ең бірінші ыдысымызға жылы сүтімізді құйып, оған шекер, ашытқы және 1 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып, бөлме температурасына 5 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің ашытқымыз реакция беріп көпіріп жатыр. Енді жұмыртқамызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Ал енді ұнымызды електен өткізіп, біртіндеп отырып қосамыз. Ұнымыздың жартысын қосқаннан кейін еріп тұрған сары майдың аз мөлшерін қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін қалған ұнымызды қосып, алақанмен жұмсақ қамыр елейміз. Арасында кішкене сары майымызды қосамыз. Қамырдың басы біріккеннен кейін қалған сары майымызды қосып, жақсылап елеп аламыз. Қамырдың бетін пакетпен жауып, кейін ыдыстың қақпағын жауып, бөлме температурасына 1,5 сағатқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз өте үлпілдек болып көтеріліп шықты. Енді бір иілеп, кейін барып жаятын боламыз. Қамырымызды 4-1 қылып жайып шықтық. Енді еріп тұрған сары майды жұқалап жайып шығамыз. Ал салмасына келетін болсақ, мен какао мен шекерді араластырып қостым. Ал сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша корица немесе кофе немесе қоңыр түсті қант қосып жасасаңыздар болады. Ал енді қамырымызды орап шығамыз. Көріп тұрғандарыңыздай кішкентай жеріне орын қалдырдым. Кейін ол жерін екінші қамырға біріктіріп шығамыз. Қамырды бөлмес бұрын бірінші өлшеп алыңыз.
кейін жіптің көмегімен түп-түзу қылып бөліп аламыз. Булочкаларымызды пергамент қағазына орналастырып, бетін матамен жауып, бөлме температурасына 40 минутқа демалдырып қоямыз. Олар өте әдемі болып көтеріліп шығады. Ал енді қызып тұрған пеште 180 градуста небәрі 15 минутта пісіреміз. 15 минуттан кейін беті осылай қызарып шығады. Осы сәтте бетіне сливкемізді жағып шығамыз. Кейін қайта пешке 10 минутқа салып пісіріп аламыз. Ал оған дейін бетіне жағатын топпингімізді дайындаймыз. 20% қаймағымызға сахарная пудра немесе шекерімізді қосып жақсылап араластырып аламыз. Пештен жаңа шыққан булочканың бетіне топпингін жағып жақсылап суығанын күтеміз. Дәмі өте тәтті және балғынды, өте жұмсақ болып шығады. Міне бүгінгі синабонымыз дайын болды. Өте әдемі, дәмді, өте жұмсақ болып шықты. Ал сіздерге видеом ұнаса лайк басып, пікіріңіз болса комментарий бөліміне қалдыруды ұмытпаңыздар. Ең бастысы менің YouTube каналыма тіркеліп, басқа да қызықты видеоларымды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Видеомды соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Жанерке.